Домбыра ежелде қазақтың тарихын баяндаған музыкалық аспаптардың бірі. Түрлі зерттеулерге сүйенсек, домбыра мен өзге халықтардың осы тектес аспаптары сонау орта ғасырларда белгілі болған. Мысалы, Әл-Фарабидің еңбектерін оқысаңыз, тамбур аспабы жайлы кездеседі. Өзбектердің домбыраға ұқсас екі шекті дундары алғаш рет Аль-Хусейнида музыкалық канон трактатында айтылған. Археологиялық қазба жұмыстары тасқа түскен ескерткіштер домбыраның ежелгі түркі дәуірінде пайда болғанын көрсетеді. Алғаш домбыраның шыққан жері түркі халықтарының алтын бесігі Алтай тауы болып саналады. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ, домбыра. Білгін келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәр осылай сорласын, тек бір хахан шанағына қойған қорғасын. Бір шегінде биіктік бар, бір шегінде тереңдік. Ол мылқауды сөйлетеді, жылатады кереңді. Жалған сөйлеп көрген емес, соның өзінде аппақ жалын, күйдің жалын жалап жатқан кезінде.